уақытынан кейінге қалдырған үшін Алладан кешірім сұрау керек. 5 уақыт намаздың парыздары мен өтір намазының қазалары оқылады. Уақыты шығып кеткеннен кейін сүннет намаздарының қазасы оқылмайды. Тек қана таң намазы қалып қойса, парызымен бірге сүннетін де күн әбден шығып болғаннан бастап дәл тәубеге келгенге дейін қаза етіп оқиды. Қаза намазын оқу үшін арнайы уақыт жоқ. Бірақ 3 мәкрух уақытта, яғни күн шығып келе жатқанда, күн тас төбеде тұрғанда, күн батып бара жатқанда оқылмайды. Уақыты өткен намаздардың қазасын оқығанда, қай күннің қай уақыт намазы екендігін білмесе, ниет еттім, Алла разылығы үшін қаза қылған алғашқы таң намазының парызын оқуға деп ниет етіледі. Басқа намаздар мен өтір намазының қазасы үшін де алғашқы бесін, алғашқы екінті, алғашқы ақшам, алғашқы құптан, алғашқы өтір намазын оқуға деп ниет етеді. Немесе ең соңғы таң, ең соңғы бесін, соңғы екінті, соңғы ақшам, соңғы құптан және соңғы өтір деп ниет етеді. Намаз